Зар заман, зарлап өткен бұл заман. Сөздің басы бисмилля, біз айталық, сіз тыңда, мұсылманның тарихын. Төрт аяқты хайуан, бұ дүниенің жарығы, бағасы кеткен жігіттің бетінен алар зайыбы. Бір Алладан басқаның көпті қылған айыбы, кесапаттың кесірі келеме деп керт басқа, сол себептен қорқамын. Әуелгі қорлар зор болды, сондай зорлар қор болды. Әуелгі барлар жоқ болды, сондай жоқтар тоқ болды. Жөн білмеген жамандар ел билеген бек болды. Көтер алмай билігін ұласқан үлкен кек болды. Ниетіне қазақтың тымақ тәуіреп болды. Заман ақыр болар деп, сол себептен қорқамын. Қыс көбейді, жаз аз боп, бай таусылды малаз боп. Ағайыны көре алмай, атаға бала араз боп. Әр нәрсенің болжалы келе жатыр жақындап. Ағашты тауға үй салып, алды кәпір ақында. Елдеркіне қоймады, буыршындай тамықтап. Дуан басы болыстыр, кәпірдің сөзін мақылдап. Бейшараның пұлы жоқ, қорыққаннан қақылдап. Жарысқанға кірген жақсылар, аша алмассың көзін деп, сол себепті қорқамын. Елге егін жайылды, байға қоңсы жоламас. Алдап, арбап жүрем деп, өз тілегін тілемес. Арам солы балаға, атананың сөзі намас. Заман ақыр боларда, алуан жан шықты. Қайыры жоқ бай шықты. Сауып ішер сүті жоқ, мініп көрер күші жоқ. Ақша деген мал шықты. Жарлы кедей жоқ десек, қорлықпенен күн өтер. Таңда мақшар күн туса, таразыны аударар. Жаханнам деген тозақта, шайтан болар жолдасы. Құбыласын білмей құл, сонда тартар жазасын. Кешірмейді Құдайым, 5 намаздың қазасын. Құрт құмырсқа жиылып, сондалады мазасын.